Достар, бүгін біз мына тамырлатқан кешегі видеода түсірген атроскаларымызды отырғызатын боламыз. Және осы атроскаларға қандай топырақ дайындайтынымды сіздерге көрсеткім келіп отыр. Мына жерде бұл кәдімгі гүлге арналған топырақ. Бұның құрамында барлық витаминдері бар, перлит те бар, барлық құрамы жақсы, биогумус та бар. Бұның аты теравайт деп аталынады. Алдыңғы видеоларда көрсеткен болатынмын. Осыны қолданып жатырмын. Мынау кәдімгі ауланың топырағы залалсыздандырылған. Алдын ала дайындап қойғанмын. Осы екеуін және кара қосамын. Древесный кара. Бұл орхидея гүлдеріне арналған топырақ деп сатылады. Бұның құрамында керамзит, древесный кара, мох барлығы бар. Осыны да қосып жатырмын. Орхидея гүліне арналған древесный кара топырағы деп айтсаңыздар да болады. Көп адам топырақты сіз қалай дайындайсыз деп сұрайды. Сол себепті көрсетіп жатырмын. Теравайттың құрамында перлит бар, соны аз болады деп мен перлит те қосамын. Енді осының барын жақсылап араластырамыз. Древесный карамыздан азғантай болады деп мен барлығын қоса салуды шештім. Қандай әдемі, жеңіл топырақ болды. Дәл осы топырақ құрамында гүлдеріңізді отырғызатын болсаңыздар, өте керемет және тез өсетін болады. Тек қана магазиннен сатып алынған топыраққа отырғызуға болмайды. Осылай дайындадым топырақты. Біз қараңыздаршы қалай әдемі тамырлаған. Осыны отырғызамыз. Бұны отырғызбас бұрын жаңадан атроска алып тамырлаған гүлдерге карневин деген препарат бар. Стимулятор тамырының өсуіне септігін тигізеді. Бұны тамырламай тұрып та себуге болады. Тамырлап болғаннан кейін де азналақ осылай тамырына осылай сеуіп отырғызсаңыздар болады. Одан ары топырақта тамырын жақсы шығарады бұл. Жаңадан шыққан атроскадағы тамырларды отырғызған кезде міндетті түрде абай болыңыздар. Себебі суда бұл өте әлсіз болады. Жаңадан топыраққа отырғызған кезде жаңағыдай сынып, стресс алуы мүмкін. Осылай топыраққа отырғызылған гүлдерге мен су бермеймін. Себебі суда тұр тамыры. 2-3 күнден кейін су бере бастаймын. Бүгін қазір бұны отырғызып болғаннан кейін мен эпин шашамын. Циркон шашсаңыздар да болады. Келесі видеода мен эпин мен цирконның жаңағыдай айырмашылығын, қайсысын қай кезде қолданатыны туралы видео шығаратын боламын. Міндетті түрде күтіп, сол видеоны қараңыздар. Осылай отырғызылды. Бұл гүл. Топырағы тағы да су құйғаннан кейін отыратын болады. Осылай қосып қойсаңыздар да болады. Енді мен алдында көрсеткен женское счастье гүлін мен тамырлатқан болатынмын. Бірінші рет суда тамырлаттым. Мен бөліп алып отырғызушы едім, көбейтуші едім. Бірінші рет осылай тамырлаттым. Суда тамыры әдемі шыққан. Көрініп тұрма. Бұған да карневин тамырына сеуіп қоямын. Тез тамырлап, барлық горшокты бұл толтырмайынша, женский счастье гүлі, әйел бақыты гүлі, барлық тамырмен горшокты толтырмайынша гүлдемейді. Сол себепті ертерек тамырын толтырып, тамыры ары қарай өссін деп карневин сеуіп қойып жатырмын. Әйел бақыты гүлін отырғызған кезде мына жерде точка ростасын
жауып қоймаңыздар. Егер ол точка ростасы жабылды дегенше өспейтін болады. Жаңа жапырақтар шығарып, жаңағыдай өсуі қиындайды. Мен қазірше осылай көп топырақ салып жатырмын. Ертең су құйған кезде бұл топырағы төмен қарай отырады. Осылай отырғызылды. Мінекей достар, мен осылай отырғыздым. Міне женский счастье, әйел бақыты гүлін отырғыздым, атроскасын. Мына фикус одри, фикус бенджамин, осылай айландырып отырғыздым. Ертең плетение жасап, өргенге де жақсы. Мына жақта фикус одри. Қалған атроскаларым әлі тамырлап жатыр. Келесіде оларды да көрсететін боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.